Қалайсың бауырым, жақсың ба? Жақсы екен ғой. Шүкір жақсы. Бауырым, осы сен қалай өзі арабтарға жының келе ма или исламға ма? Жыным келеді, иә, арабтарға. Прям жақтырмайсың, иә? Жоқ, жақтырмағанда мен олардың айтқан әңгімелері ұнамайды маған. Жаңа алдап кеткен қазақтарды ше. Қазақтарды алдап кеткен ба? Иә. Қазақтар аңқау ма сонда? Аңқау болып тұр, иә. Онда өзімізге ренжуіміз керек қой, біз арабтарға емес. Жоқ. Сен қылмыскерді емес, жәбірленушіні кінәлап тұрсың ғой. Былай ғой енді, мысалы, көшеде сен таяқ жеп қалсаң, сен өзіңе ренжуің керек қой, мен неге бұндай әлсіз болдым. Сонда сені күші бардың бәрі сені сабап кетсе, сен кінәлісің, иә? Енді чорт болсаң өзің кінәлісің ғой. Сен де занимать етуің керек, мықты болуың керек сенде. Жарайды, сені пышақтап кетсе, тоже сен кінәлісің ба? Сенде ол кезде сен қолына бірден ұстап жүруің керек қой сенде. Сенің үстіңе ракета түсіп кетсе, сен артиллерист болуың керек пе еді, или ПВО-ны қалтаңа салып жүруің керек пе еді? Тура солай жүру керек шығар. ПВО-ны қалтаңа салып жүресің ба, басыңа ракета түсіп кетсе? Неге жеп қалуың керек сен? Неге мықты болмаймыз біз? Сен көшеге шыққанда машина қағып кетсе, сен жолға шыққан өзің кінәлі ма? Енді машина келатқанын көріп тұрып шықсаң өзің кінәлі болмайсың ба? Жоқ, сен кәдімгі өзің машинаңмен келатқан кезде сені встречкаға шығып соғып тастаса, сен кінәлісің ба? Может, тоқтауға болатын шығар, қарап. Жақсы екен ғой, онда сені страховойға не қылу керек қой? Страховойлардың алтын клиенті екенсің ғой сен. Сені көрмеген жерінен КамАЗбен машинаңды мыжып тастаса да, шығасың да, болды братан, мазя, сен давай жігітше айтшы. Сен бүйтесің ғой, иә? Сенің машинаңды тоқта, Самұрат, қара. Сен бүйтесің, қара. Сені, егер сенің машинаңды бір КамАЗ тып-тыныш тұрған жерінен соғып тастайтын болса, сен шығасың да, братан, бол жүре бер, братан, рахмет, мен просто өзім кінәлімін, мына жерге қоймауым керек еді машинаны деп айтасың ғой. Арабтар сөйтіп соғып кетті деп тұрсың ғой. Жоқ, конкретно жауап берсейші, до конца тұрсай сөзінде. Жоқ, сен болмайтын мысал айтып кеттің. Мен просто сен арабтарды не үшін жақтырмайсың деп. Сен алдап кетті деп атсың. Самұрат, сені тұрған жеріңде машинаңды біреу соғып тастаса, сен ол жерге машинемді қойған өзім кінәлімін деп айтасың ба? Ертең машина алайын, сосын ойланамын ол туралы. Айтасың ба, жоқ па? Машинам емес, айтсайшы сен конкретно. Арабтар не үшін жек көретінді айтсай сен? Неге? Адам ғой оларда, бір жаратылыс оларда. Мен саған арабтардың бәрін деген жоқпын, мен алдап кеткендерін айтып жатырмын. Енді бәрі алдап кеткен шығар? Или бір-екі адам келіп қана сөйтіп алдап кеткен ба, бір-екеуі? Определенныйлар ішінде алдап кеткен, сен до конца тұра алмадың ғой, Самұрат, сөзінде. Мен саған сұрақ қойып жатырмын ғой, Ысқақ. Сен сөзіңде до конца тұра алмадың. Ой, тұрып берем ғой сөзімде. До конца тұрасың ба? Айтып тұрмын ғой, машина алсам ойланамын. Сен болмайтын мысал айтып тұрсың да, машинаны қойып қоясың, КамАЗға кетеді деп жатсың. Тоқта, жарайды. Сенің қарындасыңды біреу зорлап кетсе, қарындасың кінәлі ма? Ой, неге ондай мысалдар айтасың? Тұр сөзінде до конца. Бұл тақырыптың екеуміздің әңгімемізге не қатысы бар? Жоқ, сен айттың ғой, өзі кінәлі. Қарындасың әлсіз болғанына өзі кінәлі ғой, дұрыс па? Ысқақ, мен сұрап тұрмын ғой, сен қазақтар сонша аңқау болған ба? До конца жауап берсе, тұрам ғой деп. Сен соны айтшы, қазақтар датау аңқау болған ба? Өздерінің милары болмады ма сол кезде? Ақылды адамдар болмады ма? Қашпа. Сен айтшы, сен айтшы, сөйтіп тұратын адамдар болмаған ба сөзінде? Сенің қарындасыңды зорлап кетсе, қарындасың өзі кінәлі ғой. Ол еркек пен әйелдің теңдігін салыстырмай-ақ қой. Теңдік емес, сен қарындасың өзі кінәлі ғой. Сондай күш жағынан сипаттап кеттің да? Жоқ, қарындасың өзі ғой. Мен былай айтып тұрмын. Қарындасың өзі кінәлі ғой, көшеге шықпай үйде отырмаймын. Жоқ, ол сен мынандай мысал айтсам болады, ол кезде бір араб еркек келіп, бір қазақ әйелді алдап кетті деп айтсам болады да? Сосын діңгіп кетті. Жоқ, аңдай әңгіме айтпа. Қарындасың өзі кінәлі ма? Сондай мысал келтірсем болады ғой сен. Самұрат, саған удобный мысал бермеймін. Қарындасың зорлап кетсе, мен де саған удобный мысал бермеймін. Сен келтіре бересің ғой, мынауың сен манипуляция ғой таза. Қалай манипуляция? Сен бағана көшеде сені біреу ұрып кетсе, өзің кінәлісің деп едің ғой. Ысқақ, сен айтып тұрсың ғой, қазақтар енді аңқау болған ғой деп, енді аңқау болсақ өзіміз кінәлі емеспіз. Қайда қашып жатсың? Қарындасың зорлап кетсе, сен қайда қашып жатсың? Бүйтіп жаңағы осы түп тамырына оралайықшы. Арабтардың не үшін жек көресің? Тамыр емес, осы сұраққа жауап бересің, сосын қайтамыз. Не үшін жек көресің арабтарды?
Жоқ, сен осы сұраққа жауап бересің, сосын айтамын. Бұл сұраққа жауап берсең, сен дальше соны айналдыра бересің ғой қазір. Жоқ, дальше қоймаймын, осы сұраққа жауап бер. Жоқ, жауап болмайтын мысалы мынау ше. Болатын жауап. Либо бағанағы ойыңнан қайтасың, либо осы сұраққа жауап бересің. Қай ойымнан қайтайын? Бағанағы жәбірленушінің өзі кінәлі деген. Ысқақ, аңқау болсақ өзіміз кінәліміз ба? Болды, қарындасың аңқау болса өзі кінәлі ғой, Бір қарындасым туралы дым айтпай ақ қойшы, пожалуйста, сен. Қалай дым айтпай ақ қойшы, не, саған удобный жерде ғана тұрасың ба сөзіңді қойсай до конца? Мен айтып тұрмын, дін туралы айтып тұрмын, Жоқ, жәбірленушінің өзі кінәлі деген позицияңда тұрасың ба, тұрмайсың ба? Либо қазақтар жәбірленуші ғой сенің ойынша. Демек. Тұрасың ба, сол позицияда тұрмайсың ба? Жоқ, қазақтар жәбірленуші ма сонда? Самұрат. Ысқақ, сен айтсайшы, қазақтар жәбірленуші ма сонда? Тұрасың ба, бағанағы позиция. Қара. Бұл жерде қазақтар жертва қоя сонда. Енді қайталап сұрамаймын. Жәбірленушінің өзі кінәлі деген позицияңда тұрасың ба, жоқ па? Ысқақ, ситуацияға қарай ғой, мысалы, ситуацияға қарай. Ситуацияға қарай ма екен? Бағана ситуацияға қарамай до конца қырсығып жатыр едің ғой. Ой, жоқ, сен қарасай, сен жаңағыда айтып тұрсың да, сен атып кетсе кім кінәлі деп ше? Өзің кінәлі ғой, оқ ұстап алатындай, тренировка жасамай ма, оқ ұстап алатындай. Естіліп жатыр ғой, Жоқ, тренировка жасамайсың ба, оқ ұстап алатындай, тренировка жасап қойсаң. Мына нәрсеге қалай қарайсың? Мен ештеңе оқымасам да, мысалы. Басыңнан аяғыңа дейін бронежилет киіп жүрмеген өзің кінәлісің ғой? Жоқ, мына нәрсені айтшы, мен ештеңе оқымасам. Мен ұстаздар кінәлі ма? Сен ештеңе оқымасаң? Иә, ұстаздар кінәлі ма? Сосын келіп сені алдап кететін болса, өзің кінәлі боласың ғой? Ұстаздар сені оқытпай қойса, немесе саған өтірік информация берсе, ол кезде солар кінәлі болады. Енді тура осындай мысал ғой. Сен бағанағындай позицияңды өтіріктен ұстанамайтын болсаң, айтып 5 минут болды Ысқақ осы нәрсені айтып тұрғанына. Енді қара, сен қайтамайсың ғой, өйткені сенде көкірек та? Жоқ, сенде де көкірек қой, сенде өзіңнің мысалдарынан қайтпайсың, мысалы, өзіңнің идеянан, өзіңнің позицияңнан. Мысалы, қандай? Кәдімгідей осы мысалы атеистпін деп айтасың сен. Дұрыс па, дінге сенбеймін дейсің. Мысалы, сен Құдай жоқ деп жазып қойғаның қаншама дін өкілдерінен де құрметсіздік болып саналады ғой. Қойш? Иә? Енді қара, мен осы Құдай жоқ дегенді микрофонмен алып, сен терезенің түбіне келіп айтсам, құрметсіздік бола ма? Сен жазып қойған құрметсіздік деп тұрмын ғой енді. Жоқ, микрофонмен көшеде айғайласам, құрметсіздік бола ма? Айғайлап көрдің ба сен? Жоқ, мұсылмандардың айғайлап атқан естідің. Не деп айғайлап жатыр екен? Алладан басқа құдайлар жоқ деп, басқа діндегілердің құдайларын жоққа шығарып атқан күніне 5 рет. Күніне 5 рет мешітте, иә? Иә, микрофонмен бүкіл районға айғайлап отыр. Сен ренжіп тұрсың ба ол нәрсеге? Сенің ғой ренжіп отқан бұл жерде. Жоқ, сол мешітте айғайлап жатқанына сен ренжіп жатырсың ба деп тұрмын. Жоқ, мен ренжімеймін, мен нормально. Жоқ, ренжімесең енді онда нормально. Мен енді тоқта, енді сен менің Құдай жоқ дегеніме ренжідің, ал мешіттің Құдай жоқ деп бүкіл районға басқалардың Құдайын жоқ деп атқанына ренжисің ба? Ысқақ, сен басқаша алып кетіп тұрсың, иә? Ренжи ма басқалар? Сұрап көру керек та ол нәрсені осындай эфирге шақырып, сендер ренжисіңдер ма деп. Сенің Құдайың, мысалы, Алла Исадан басқа Құдай жоқ деп Алланы жоққа шығарып микрофонмен айтып жатса, сен ренжитін едің? Иса Құдай ма не? Ақиқатта ислам діні. Сен олай тесіктерге қаша бермеші. Мен сен конкретно сұрап тұрмын. Басқа Құдайға сенетіндер, сол Құдайдан басқа Құдай жоқ деп сенің Құдайыңды жоққа шығарса, ренжисің ба оларға микрофонмен айғайласа? Олар неге айқайламайды деген енді? Бір андай ойлайсың ау деймін, сен осындай бір әдемі айтып отырмын деп. Мен саған тура сұрақ қойдым, тура жауап берсең, жауап бере алмасаң айт. Енді мен айтып тұрмын да, Құдай жоқ деп айтып қойғансың ғой сен. Тек ислам дінінде Алла жоқ деп жазып қоймағансың да мына жерде мысалы. Сен сұраққа жауап мен былай айтып тұрмын. Барлық дін өкілдеріне скользкийсің. Жауап бересің ба, жаңаға жауап бермейсің ба? Жекеге өтпесе, мен сен жекене өтіп жатқан жоқпын. Жауап бересің ба, бермейсің ба жаңағыға сонымен? Оны сұрау керек деп тұрмын, мен. Сен солардың орнында болсаң ренжитін бе едің? Не деп айтсам мысалы? Ой, болды сен генийсің ғой, Самұрат, сен генийсің, короче. Өтірік тупить етуден сен Қазақстанның чемпионысың. Ешкімге дес бермейсің. Өтірік тупить етуден, мына сұрақ қойса ана әңгімеге қашудан ешкімге дес бермейсің. Базар жоқ. Жеңдің сен.